Біз елдегі сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету бағытында елеулі қадамдар жасадық. Алайда басты назар көбіне сыбайлас жемқорлықтың салдарымен күресуге аударылып отыр. Сыбайлас жемқорлықтың себептері мен алғышарттарын анықтап, оларды жою жұмысын күшейту қажет. Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты елбасы жолдауынан. Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Шымкент қаласы білім басқармасының бастамасымен Шымкент қаласы мектеп директорларының арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы атты челлендж басталды. Мен Қаппарова Айгүл Серғалиқызы, Шымкент қаласындағы Абдраш Назарбеков атындағы номері 87-ші мектептің директоры осы челленджді қолдаймын. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, біздің мектебімізде түрлі мерекелік іс-шаралардың өткізілуіне, мектеп бітіруші түлектердің мектеп әкімшілігіне, ұстаздарға сыйлық беруіне, мектептің ағымдағы жөндеу жұмыстарына ақша жинауға, тағы басқа да шаруашылық заттарын алуға деген сылтаулармен ақша жинауға қатаң түрде тыйым салынған. Біз заңға қайшы әрекеттерге жол бермейміз. Осы орайда біздің мектебіміз Абай атамыздың «Пайда ойлама, арды ойла, талаптан артық білуге» деген сөзін қағида етіп ұстанады. Біздің ұжым күшіне емес, адал ісіне сенеді. Сыбайлас жемқорлықпен күрес азаматтық борыш.